Ассаламуалейкум, ардақты ағайын. Назарларыңызда Абай тағылымы бағдарламасының кезекті шығарылымы. Өздеріңізбен бірге мен журналист Оразбек Сапарханұлы. Бүгінгі авторлық бағдарламамызда біз қоғамдағы абыралы синдромы хақында сөз етпекшіміз. Әммеңізге мәлім, Абайдың абыралыға дейтін елеусіз өлеңі бар. Ол өлеңде бүйдейді: мен жасымнан көп көрдім мұсылманды кәпірді, абыралыдай көрмеппін намаз білмес пақырды. Қирағатын оқытып көріп едім шатылды, ниет қыла білмейді, не қыладың нәпілді. Намаз шамның соңынан құржың етеді, жер ұшық берген адамдай тоңқаңдай ма нетеді. Нәпіл түгіл намазы бәрі желге кетеді. Еннә тайна кәл кәусәр, пашол дереу күнәһар. Аяғын ойлап тапқаны әні-шәні күләптәр. Осы оқумен намаздың қай жерінде сауап бар. Тегін ойлап қарасаң, мұнда ми жоқ, құлақ бар дейді. Біз бір қарамаққа бұл өлең намазын жүрдім бардым, қалай болса солай мазмұнын бұзып, оқып жатқан бір намазшам, яғни ақшам намазынан кейін бір нәпіл намаз, яғни бұны ислам дініндегі әуәбин деген қосымша намаз болушы еді ғой. Осыны оқып жатқандағы бір көрінісі жайлы абыралының жазылған өлең сияқты көрінеді. Бірақ шын мағынасында осындай ма? Бізше олай емес. Көркем әдебиетте жалпының орнына жалқыны алатын меңзеу дейтін көркемдік тәсіл бар. Ғылыми тілде бұны синектоха деп атайды. Міне осы өлеңде де осы көркемдік тәсіл қолданылған. Бұндағы намаз деп отырғаны түсінікті ғой. Ислам дінінде жеке адамның Құдаймен алдындағы парызы, міндеті, борышы болатын болса, бұл да ал енді өлеңдегі контекстік мағынасы адамның күллі адам атына сай болатын борышы, міндеті, парыз қарыздары. Бір ауыз сөзбен айтқанда адамдық құдайшылдығы. Ал енді нәпіл намаз деп отырғаны осы адамның адамдығын толықтап тұратын істері. Енді біз өлеңге бір-бірдеп талдау жасап көрелік. Бірінші шумақта қирағатын оқытып көріп едім шатылды, ниет қыла білмейді, не қылады нәпілді дейді. Бұл жердегі қирағат намаздың ішкі рүкіндерінің бірі болғаны сияқты адамдықты құрайтын ішкі мазмұндар. Бұл жерде де меңзеу қолданылып тұр. Яғни жалпы мазмұнның орнына жалқы бір ғана рүкінді алып тұр ғой. Ал енді ниет мәселесі бұл намаздың шарттары. Ал осы шарттарын білмейтін болсаң дейді, адамдықтың, яғни адамды бір кәміл адам қылатын шарттарды білмейтін болсаң, онда сен қосымша адамдығымды үстейім деп жасаған істеріңнің бәрі бекер болды ғой дейді. Алдыңғы шумақта адамдықтың шартын білмейтін болса, онда ол тіпті қосымша бір адамдықтың көріктеп безендіріп тұратын істердің өзін істеуге қауқарсыз болатындығын меңзесе, және сонымен бірге ішкі адамдықтың нақты мазмұнын, міндетінің, парыз қарыздарының мазмұнын білмейтін болса, ол жаңылады, яғни шатылды деп отыр ғой. Өрескел жаңылысқа, қателікке бой ұратындығын меңзейтін болса, келесі шумақта бүйдейді: намаз шамның соңынан құржың етеді, жер ұшық берген адамдай тоңқаңдай ма нетеді. Енді осы құржың ету, тоңқаңдау деген және ода нетеді деп кекесінмен айтып тұруы, оның бір көңілге толмайтын жер ұшық. Мынау сол кездегі қазақтардың дәстүрінде екінті ақшам кезінде ауырған адамды жатқызып тұрғызып, ұшық салып, дем салып емдеудің көрінісін айтып тұр. Тура сол сияқты бұл жердегі бізге керектісі осы формаға түсіп алу. Тек қана формамен кетіп тұр ғой. Бұл келесі шумақтарда да толықтырылады, бұл мазмұн жоқ екені. Жер ұшық берген адамдай тоңқаңдай ма нетеді деуі, бұл жердегі адамдықты біз формалды түрде жүргізетін болсақ, міндеттерімізді, парыз қарыздарымызды формашылдықпен өтейтін болсақ, онда дейді
елдердің кекесіне түк алғысыз, енді кекесін қайдан шығады, түк алғысыз деңгейге түскенде адам енді кекейді ғой. Немесе кекеудің өзі мен сені түк алғысыз қылып тұрмын дегенді білдірмеймі? Тура сол сияқты адамдық атың түк алғысыз болады дейді. Формашылдыққа салынып істейтін болсаң, өзіңе жүктелген адамдық парыз қарызыңды, қоғамдық парызың болсын, оның ішіне барлық кіреді ғой. Бұл әрине енді формашылдыққа салыну біздің қазақ қоғамына жат емес қой. Біз осыдан зардап шеккенімізді үнемі айтып жүретін халықпыз. Қоғамда жиі талқылап та жатамыз, жоғары төмен болып. Енді осы мәселенің салдары ретінде Абай айтады. Егер дейді, нәпіл түгіл намазы бәрі желге кетеді дейді. Жаңа енді ішкі мазмұнын білмесек не екен, шарттарын білмесек, онда қосымша нәрселер бізге адамдығымызды көріктендірмейтіндігін айтса, мына жерде тап-таза адамдықтың өзі, намаздың өзі желге кетеді деп тұр ғой, адамдықтың өзінен айырылып қаласың деп тұр. Яғни ол жерде өтеліп жатқан адамдық міндетің жоқ дейді. Формашылдыққа салынып жұмыс жасасаң, ол жерде адамдық парыз қарызыңды сезіну, шынайы соны өтеу ол жерде болмайды дейді. Өзі айтатын бір жүрекке екі нәрсе сыймайтындығын бұл жерде де Абай баса айтып жатыр контекстте. Яғни формашылдық тұрған жерде шынайылық болмайтындығын. Енді осы жердегі намазшам, яғни басында біз айттық қой, намазшам, ақшам намазы, одан кейінгі нәпіл намазды айтып сөз етіп тұрғандай көрінеді деп, әуебен намазын. Енді осы жерде бір сұрақ туады. Неге Абай намазшамды алады? Бізде бесіннен кейін де оқуға болады нәпілді. Құптан оқып апта оқуға болады, тахажжуд деген тіпті нәпілді айтқысы келіп бара жатса, нәпілдің бір төресі сорпа бетіне шығар ретінде тахажжудты ұсынып жатады теологтарымыз. Ал енді неге Абай намазшамнан кейінгіні алып тұр? Бұл ойлануға татиды. Яғни Абайдың контекстте айтқысы келгені, адамдығыңды жарайды, алдыңғысын қалай өткіздің, ол енді дегдар сұрақ, жастығыңды, неңді қалай өткізгенің. Ал жер ортасы жасқа келгенде, яғни ақшам деген күннің батқан кезі ғой. Күнің батып бара жатқанда да, осындай дәуренің өтіп бара жатқанда да, мезгілің жетіп, енді бір қазақша айтқанда кәр қойдың жасындай жасың қалған кезде де адамшылығыңды шынайы істемей формашылдыққа салынып жүретін болсаң, яғни ақсақал деңгейіне жететін кезде, немесе бір толысқандығыңды көрсететін кезде де ол деңгейге жете алмай жататын болсаң, онда дейді, адамдығың жел күшіп кетті ғой дейді ғой. Бұл тұлғалық тұрғыдан келген кезде адамның арына бататын сұрақ сияқты сезіледі маған. Ал енді өлеңнің соңғы шумағында бұл жерде мазмұн мүлдем бұзылды. Осы хақында сөзбен бастайды. Яғни «Инна тайнакал каусар». Бұл енді Каусар сүресінің бірінші аяттарының, алғашқы аятының бұзылып оқылған түрі. Яғни мазмұн мүлдем шынайы текстке сай келмейді деген сөз. Құранда астағфирулла «Инна а'тойнакал каусар» дейтін болса, бұл жерде «Инна тайнакал каусар». Осы шумақтың 4-ші тармағында әні-шәні күләптар, аяғын ойлап тапқаны дейді. Аяғын ойлап тапқаны деген сөздің өзін неге алынды? Немесе Абай жалғастырып, осылай тамамдады деген сияқты басқа бір сөздермен неге әкелмеді деген сұрақ туады ғой. Бұл жерде оның да астары белгілі бір сөзде мағынаға қатысты рөлі бар болған. Белгілі мағынаға қатысты рөлі бар болғандықтан да осы сөзді мақсатты түрде таңдап алды деп айта аламыз. Яғни ойлап тапқаны деген адам ойланып барып істеген жұмыс қандай болады? Саналы жұмыс. Егер де саналы түрде ақырына дейін жеткізетін болсаң, мазмұнды бұзып отырып, онда дейді, пашол дереу күнәһар. Адамдық намазды бұзсаң, намазды қате оқысаң, діни түсінік бойынша күнәлі болатын болсаң, яғни бір сызат келетін болса, істеп жатқан ісіңе нұқсан келетін болса, соның белгілі бір жазасы, сазайы бар деп есептейтін болсақ, мына жерде де мазмұнды адамдық
өзіңнің борышыңды, міндетіңді жеке тұлғалық атқармаған кезде шынайы түрде мазмұны мүлдем бұзып жіберетін болсаң, саналы түрде сол мазмұнды бұзуды соңына дейін жеткізетін болсаң, онда адамдық аттан кет дейді. Адамдық атқа күнәһарсың, көтермей-ақ қой оны. Пашол дереу күнәһар. Яғни итке айтқандай, біз итті қуғандай, адамдық аттан абай қуыласың деп тұр. Біз жеке тұлғаның өміріндегі, тұлғалық қасиетіндегі осындай адамдық борыш қарыздарын сезінбеуі, шарттарын білмеуі, формашылдыққа салынуы, сыртымен сопысынуы деген әдемі сөз бар ғой қазақта. Тура сондай әрбір істе сыртын сұлулап керемет, іші бос, сырты хош дейтін деңгейге түсіріп тастайтындай атқаруы, мазмұнын бұзып, бастан ақыр қойыртпақ қылып, адам танымастай қылып жіберуін осы Абайдың өнегесімен абыралы синдромы деп атадық. Енді осы абыралы синдромы біздің қоғамның, ойлап қарасаңыз, басынан аяғына дейін әрбір буында, әрбіріміздің істерімізде жайлап қыстап, біздің адамдығымыздың сынын кетіріп, өзіміздің болмысымызды танытпай күлдіп адамдатып жатып алған сияқты, сұлап қана. Біз осыны қууымыз үшін не істеуіміз керек деген заңды сұрақ туатын болса, оны біз өлеңнің соңғы 2 тармағынан ала алатын сияқтымыз. Яғни онда Абай тегін ойлап қарасаң, мұнда ми жоқ құлақ бар. Ми деген осы текстте символикалық мағына беретін болса, оның контекстінде жатқан мағынасы, яғни семантикалық мағынасы ретінде қарастырсақ та болады. Бұл адамның, яғни рухани потенциалы, ақыл ойы. Егер біз рухани потенциалымызға басымдық бермейтін болсақ, өзіміздің ақыл ойымызға, парасатымызды алдыға өткізбей іс істейтін болсақ, онда біз кез келген істе, кім болсақ ол болайық, қоғамның қандай мүшесі болсақ та, адамдық парыз қарызымыздың атына нұқсан келетін, арымыз сынға түсетін, адамдық аттан садаға кетіп қалатын, деңгейге түсіретін абыралы синдромына ұрынып қалуымыз бек мүмкін екен. Демек, абыралы синдромынан айығудың да жолын Абай соңғы тармақта меңзеумен, соңғы тармақта тұспалдап, орағытып айтып кеткен сияқты. Осы біз қазақ әдебиетінде жалпы әдебиеттің көркемдік тәсілдерін зерттеген кезде бір ұлттық танымды ұмытып кеткен сияқтымыз. Орағыту дейтін. Яғни Абай осы өлеңнің соңғы жолында сол орағытып айтып отыр. Яғни емін осы жерден өздерің тауып аласыңдар деген сияқты. Кез келген автор шығармасын бауырын ашып, бүкіл қойын қоншын ақтарып тастауға міндетті емес қой әдеби шығармасында. Оның белгілі өзінің деңгейіне қарай оқырманды өсіру үшін алдында отырған жаңағы сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел деген сияқты, алдымен сөзінің түземесі аудиторияны қалай тәрбиелейді? Әдебиеттің танымдық ролы деген бар емес пе? Бұл ақындық парыз қарызын жете түсінген қаламгер ретінде Абай да осы жерде орағытып, өзінің осы синдромның емін ептеп көрсетіп кеткен. Яғни біз абырал синдромына шалынбауымыз, абырал синдромын айланып өтеміз, істі өзінің деңгейінде жаңағы қоршаған орта, жаңа айтты ғой, осы оқумен намаздың қай жерінде сауап бар деп тұр ғой. Яғни абырал синдромына шалынып қалатын болсаң, онда жаңағы Құдай алдындағы бір ізгілікке жетем деген сөз ғой, сауап деген енді. Тура сол сияқты қоғамда бір өзіңнің орның болмайды, өзіңді жоғалтасың, саған құрмет жоғалады, саған ғизат жоғалады, адамдардың бір седен үлгі алуы мүлдем бос қиялға айналады дейді. Яғни ешкімді ерте алмайсың артыңнан деп тұр ғой. Міне осы синдромды айналып өтеміз десек, онда біз руханиятты, рухани потенциалды, дегдарлықты жоғары қоюымыз керек екен ғой. Көрермендеріміздің ішінен осы өлеңдегі намаздан тартып жаңағы пашол, күнәһар, нәпіл, қирағат, ниет сияқты терминдердің барлығын не үшін синектоха немесе символикалық ұғымдар ретінде қарастырып, бұның герменевтикалық мағынасына қарай бойлап тұрсыз деген заңды сұрақ туындауы мүмкін. Оған да бұл өлеңнің өзінде ишарат бар екенін айта кеткіміз келеді.
яғни өлеңнің әу басында басталған тұсын қарасаңыз, мен жасымнан көп көрдім мұсылманды кәпірді деп басталады. Соның ішінде намаз абыралыдай көрмедім намаз білмес пақырды дейді. Ал енді не үшін абыралыны айту үшін жаңағы мұсылман емес қауымдардың атауы бұл жерге керек болды? Демек бұл ойландырады. Екі қауым бірігіп адамзат деген атауды ұғымды бермей ма? Демек адамдық, адамзаттық, адами затқа бір алдындағы өзінің борыш міндеттерін есіне салу үшін жазылған өлең деуге әбден негіз бар. Екінші бір айтарымыз, Абай өзі толысқан ақын ретінде, сөзі дүзелген, өзінің сөзімен айтсақ, сөзі дүзелген ақын ретінде біреудің бір ақшамнан кейін оқыған нәпіл намазын, яғни діннің тіпті парыз қарыздарын, рүкіндерін білер білмес деңгейдегі адамның құлшылығын сынап өлең жазуы, соған бүкіл осы өлеңнің болмысын, өзінің потенциалын соған арнады деу, Абайды шын таныған адам үшін Абайдың ақындық болмысына жасалған қиянатта болар еді. Сондықтан да біз бұл өлеңнің герменевтикалық мағынасын бірінші орында деп есептейміз. Және өмірде абыралы дейтін синдромның бар екендігін біз осы Абайдың өлеңіне абыралы деп ат бергеніне қарап, және абыралының істеген істерінің саты-сатымен біз осы Абайдың өмірімізде, қоғамымызда болып жатқан осындай синдромдарға да бір қазаққа ат керек шығар руханияттан. Оның аты бүгіннен бастап абыралы синдромы. Абай тағылымының келесі санында жүздескенше есендік, саулықта болыңыздар ағайын.